Наурыз Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымында да атап өтілді. 12 елдің өкілдері қатысқан мерекелік шарада ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерриш видео құттықтауын жолдады. Сондай-ақ шаһарда Наурыз ғажайыптары балалар суреттерінің көрмесі өтіп, Қазақстан атынан 5 бала қатысты. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы толығырақ тарқатады. Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде өткен мерекелік шараға елімізден бөлек Түркия, Әзербайжан, Иран, Өзбекстан секілді ұзын саны 12 елдің тұрақты өкілдері қатысты. Өзінің видео құттықтауын жолдаған ұйымның бас хатшысы әлем үлкен сын-қатерлерді бастан кешіп жатқан қазіргі кезеңде диалогты, тату көршілік пен бірлікті насихаттайтын Наурыз мерекесінің мәні зор екенін атап өтті. Наурыз жаңа бастамалардың мерекесі, көктем келіп табиғаттың түлеуінің мерекесі. Ол ұрпақтар мен халықтарды миллиондаған адамды біріктіреді. Сондықтан бәріміз Наурыз рухын басшылыққа алайық. Көктем жүрегімізге адамзат бір отбасыдай жұмылып, жарқын болашаққа қарай жылжи алады деген жаңа бірлік үмітін ұялатсын. Қазақстанның тұрақты өкілі Ахан Рахметуллин халқымыз үшін мерекені тойлау, мәдени жаңғыру мен ұлттық бірлікті бекемдеу амалы екеніне тоқталды. Ал Нью-Йоркте оқып жатқан студент Аман Мырза Жүсіпхан адай және көреғұлық күйлерін орындап, жиналған қауымның қошеметіне бөленді. Мерекелік шара Наурыз ғажайыптары балалар көрмесімен жалғасты. Оған түркі мемлекеттерден жас қыл-қалам шеберлері қатысып, туындыларын таныстырды. Қазақстандық балалар жайлаудағы киіз үй, Алатау бөктеріндегі Наурыз тойы, ұлттық дастархан секілді тақырыптардағы суреттерін ұсынды. Әрбір отбасыға бақ-береке, шаттық, бақыт, қуаныш тілеймін. Осы жаңа күні әрбіріңізге ырыс ынтымағы келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, көркейіп, гүлдене берейік. Наурыз құтты болсын ағайын. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2010 жылы мерекені халықаралық күн ретінде бекітті. Содан бері Наурыз ұйымның бас штаб-пәтерінде тұрақты түрде аталып өтіледі. Жалғас Сәдібекұлы, ақш, Нью-Йорк.